Индуизм тарихы. Индуизм біздің дәуірге дейінгі бірінші мыңжылдықта Үндістанда пайда болған діни дәстүр. Индуизмді Үндістан, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш халықтары ұстанады. Индуизм адамды рухани құтқарудың үш жолын ұсынды: қасиетті істер жолы, таным жолы, адалдық жолы. Индуизм үшін Махабхарата және Рамаяна эпостары қасиетті болып саналады. Индуизмнің қасиетті жазбалары Шрути, Смрити болып табылады. Индуизм өз негізінде Брахман деп аталатын тұлғасыз құдайға деген сенімнен туындайды. Брахманның негізгі көрінісі Тримурти, үш форма, яғни Брахма, Вишну және Шива құдайлары қалыптастырған үштік. Индуизмнің тұңғыш қауымы Адживака тақуалық жолын тұтып тән құмарлығымен күресті, бірақ Вишнуға табынды. Ол Вишнумен қатар Кришнаға тең дәрежеде құрмет көрсетті. Шиваға да құлшылық жасады. Индуизм касталық бөліністі қолдап отырды. Барлық үнділіктерге Брахма дүниенің жаратушысы, Вишну бейбітшілік сақтаушы, Шива күйретуші болып есептелді. Индуизмде отбасында жасалатын діни ғұрыптар, самскаралар ерекше орын алады. Балалар дүниеге келгенге дейін. Бала жасындағы рәсімдер. Ересектерге арналған рәсімдер.